сабаққа қош келдіңдер. Бүгін біз өз білімімізді, тәртібімізді көрсеткелі отырмыз. Ал бірінші балалар біз топқа бөлініп алайық. Ол үшін мына жерде тұрған міне киіз үйді аласыңдар, ашсаңдар ішінен топ шығады. Бірінші, екінші, үшінші топ деп. Қане, отырған балалар келin. Бірінші топ балалар композитор тобы деп ат қоямыз. Бүгінгі сабағымызға байланысты екінші топқа орындаушы деген ат қойып отырмыз. Ал үшінші топқа сазгер атын қойып отырмыз. Олай болса балалар енді барлығымыз тұрып амандасып бүгінгі көңіл күйімізді көтеріп алайықшы сабаққа деген. Өте тамаша. Енді топ-топпен балалар біз жарысуға көшейік балалар енді. Барлық топтан қазір сұрап шығамыз. Қане, бірінші топтан күй құдіретін кім азымдайды? Ал Айлин келе қой. Онда әкімдер, ғалымдар көп жиналған екен. Орналар бір күйін тартқан кезде барлығы мәз-мейрам болады. Екінші күйін тартқан кезде барлығы жылай бастады. Үшінші күйін тартқан кезде барлығы маужырап ұйықтап қалды. Әмір сарайына барыпты. Әмір сарайына барыпты. Ол жерде өнерпаздар, ғалымдар көп жиналған екен. Ол елеусізда бір жерден орын табады. Барлығы мәз-мейрам болады. Енді екінші күйін тартқан кезінде барлығы жылай бастайды. Енді үшінші күйін тартқан кезінде олар барлығы маужырап ұйықтап қалады. Бірде ол күйлерді тартқан қыпшақтарша Әл-Фараби деп хат жазып кетеді. Әмірші оны қанша іздесе де таба алмапты. Сендерге мынандай сұрақ қоямын. Қазіргі таңдағы біздің Қазақстандағы күйшілерді атай аласыңдар ма? Секен Тұрысбеков. Дәптеріңде болса оқиды. Қазіргі күйшілер мұрагер Сауранбаев, Секен Тұрысбеков, Асылбек Еңсепов. Өте жақсы. Тағы кім біледі бала? Ертолы Саламат Садыров, Нұрболат Мырзахан. Жақсы. Күйшілер Секен Тұрысбеков, Талап Қараш, Жексен Қадамбасов, Жамали Жүзбаев, Жақып Тәжебаев, Мұрат Хамилин, Салтанат Құдайбергенова, Айсұлтан Тоқтарганов, Айгүл Елгенбаев. Өте тамаша. Өте жақсы. Әдемі. Ал енді бүгінгі жаңа сабағымызға көшейік. Барлығы қарайындар, құлақтан кіріп ойдалар, жақсы ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсем, менше сүйдем. Абай Құнанбаев жырлағандай, бүгін біз балалар аққұс туралы аңыз тақырыбында осы ән құдіреті туралы өтпекшіміз. Енді барлығымыз кітапқа қараңдар. Қарадық балалар. Шәмші Қалдаяқ туралы өткен балалар. Шәмші Қалдаяқ деген кісі кім? Ол кісі туралы естігендерің бар ма балалар? Шәмші Қалдаяқ кім балалар? Естігіңдер ма? Телевизордан көрдіңдер ма? Ал Оқиға халық әндерінің композитор. Бұда 300-ден көп өлеңі бар. Тамаша. Қаракөз, әлі сен едің, әкелер туралы ой, теріскей. Тамаша, мін Шәмші Қалдаяқ туралы білетіндерім де бар екен. Демек, бүгінгі біздің сабағымыз балалар осы Шәмші Қалдаяқ туралы өткен екен. Енді сендер балалар қандай құстарды білесіңдер? Біздің айналамызда тірі табиғат қоршап білеміз, соның ішінде тірі табиғат құстар. Ал қандай құстарды білесіңдер? Айтып берші. Бүркіт дейді, тоты құс дейді, және
Ай дейді. Қарлығаш дейді. Аққу дейді. Өте жақсы. Балалар енді қай құсты қазақтар кейін санаған? Аян, аққуды. Не үшін деп ойлайсыңдар? Не үшін кейін санағанын? Өйткені ол махаббат белгісі деп саналған. Өте жақсы. Махаббат символы деп айтады. Және аққу қалай өмір сүреді балалар? Жұбымен ғана бірге жүреді екен, иә, су бетінде де жұбымен бірге жүреді. Сендер аққуды көрдіңдер ме балалар? Қайдан көрдіңдер? Кім айтады? Қай жақтың теңізден көрдің? Ақтауға жазда қыдырып барғанда аққуды көрдіңе дулар. Мен Шымкенттің зоопаркында. Өте тамаша, сен Шымкенттің зоопаркында көрдің. Ал көрмегендерің теледидардан, суреттерден көріп жүрмін. Өте жақсы болды. Аққу құстың төресі екен, аққу махаббат символы екен. Қазір енді мен сендерге бір видео көрсетемін. Ал енді олай болса кітапты ашып, оқып, тағы да жақсылап түсініп тапсырмаларды орындаймыз ба? Кәні Айзере бастай ғой, дауысты шығар. Әдемі дауысы болмаса да әннің табиғатын түсініп, оны тыңдаушысына жеткізе білетін әсем үні бар еді. Оның дауысы кейде қырылдай шығып, биікте болмаса да, тыңдар құлақты еріксіз елітіп, қай ән салу ма, әлде ән шығару ма деп сұрағанында Шәмші сәл ойланып, Бетховен тас керең болса да, ғажап музыка жазған. Байқадамы? Бір аққу бар деген еді, ол анамнан естіген хикая еді. Сол аққу туралы әңгімемді тыңда. Жақсы. Анда тау мүлгіп, күн тынып, аспан егіледі екен дейді. Оның әсем әнін аңсаған пенделер осы тауға ағылып, аққұстың ұядан өзінің әніне ынтық болған жұрт бұл жиналған шақта аққұс аспанда ұшып, тау асып, бел асып, махаббат жайлы мұңлы да қуанышты әнін шырқайды. Ол небір қайғылы қарақұсқа жетті. Өзінен басқаның жақсы болуын қаламайтын қарақұс кәрі мініп, оның көзіне жоюға бел байқатты. Аққұстың деген бір әнді шырқай жөнелді. Бұл әнді естігенде азынаға жел де тына қалады. Қара таудың көкірегі. Қазір жауап берші, тау мүлгіп деген сөздің қалай түсіндіреді екен? Тау ұйқыға кетіп дейді. Келесі көл тынып. Қаны көл тынып, Нұрали? Жақсы. Аспан егіледі. Қаны Айли? Жақсы. Ал енді балалардың жауап береді. Оқиға қалай басталды? Қаны тез жауап береді. Қалай жауап береді? Ақсылардың әдемі дауысы. Аха. Келесі оқиға қалай жалғасты? Екінші топ. Қаны жауап берейікші, оқиға қалай жалғасты? Аха, Арнұр? Аққұстың қарақұсқа өлең айтуы. Жақсы. Үшінші топ Қаны қалай аяқталды? Қарақұс күй құдіретін түсінді. Жақсы, тамаша. Қарақұс күй құдіретін түсіндіреді. Ал енді мен сендерге балалар мынандай тапсырма берейін деп отырмын. Қаны бірінші топқа тапсырма. Мәтіндегі өнер адамдары туралы берілген мәліметтерді табасыңдар. Мәліметтегі өнер адамдары берілген мәліметтерді табасыңдар. Барлығын бірігіп, дәптерге жазасыңдар, ақылдасып.
өнер адамдары туралы қандай мәліметтер берілген? Ақылдасыңдар, сөйтіп біреу дәптерге жазасыңдар, сосын жауап бересіңдер. Ал енді екінші топқа балалар. Осы мәтін бойынша қандай сурет салар едіңіздер? Америка аққу және олардың суда жүзуі. Ал салыңдар, мына жерге салыңдар. Бәрін бірігіп салыңдар. Ал енді үшінші топ, біз қазір видеоны қосамыз, сол кезде сендер Шәмшінің балалар әнін қосылып айтулары керек. Сендерге сондай тапсырма берді. Міне үшінші топқа Шәмшінің әнін қайталап айту тапсырмасы. Жарайды ма? Қазір дайын отырыңдар, біз видеоны қосамыз. Ал ал кім оқиды? Бірінші тап. Людвиг ван Бетховен. Бетховен ол 6 желтоқсан 1770 жылы дүниеге келген немістің ұлы сазгері, дирижері және пианист. Үш веноклассик бөлінген өнердің Людвиг ван Бетховен 600-ден астам тамаша музыкалық шығармалары болды. 25 жастан кейін есту қабілетін айырыла бастаған емес. Бетховеннің өмірін қиындықтармен мәңгілік күрес. Жақсы болды екен, ал екінші топ. Екі аққу және күн мен бұлт және су. Жүзіп жүрген, суда жүзіп жүрген екі аққуды салып тақырыпқа байланысты. Өте жақсы. Орнынан тұрады дағы аналарының мерекесі келе жатыр. Осы әнді аналар мерекесіне арнап айтып өтсек, аналар қандай қуанатын еді? Мына жерде Әлемді сыйлады сені маған, даланың әр гүлін жинады сен маған, сенің ұлғасың өзіңе арналған, әлемге баялан, өзіңе лебізің самыл алда келе жатқан 8 наурызда мамаларына орындап бердік. Қандай тамаша не? Қазір біздің Қазақстанның сахнасында жүрген әншілердің барлығы осы Шәмші Қалдаяқовтың көбі әнін шырқап айтуда. Сендер оны білесіңдер, естіп жүрсіңдер. Ал енді балалар, біз осы сабағымыз ән құдіретімен байланысты болғандықтан біздің мектептің музыка пәнінің мұғалімі балалар Көшербаева Майра Жылбайқызы осы сабақты ары қарай жалғастырады. Ал отырамыз балалар. Жауап берген сайын бір оқушы кірелеп отырсын. Түсінді ма? Мен әртүрлі түстер беремін. Сол түстер арқылы мысалы кірелеп отырады. Мына кірелеп отырады. Ортада тұрсын, иә? Кірелеп соған бер. Сен кірелеп сен аласың. Үшінші қатар сен кірелеп сен аласың. Бір адам кірелеп. Сол бойынша мен айтқан затты кірелейсіңдер. Мақұл ма? Ол өздеріңді бағалау. Енді мына затты мен сіздерге бердім ғой, бір-бірлеріңді бағалаңдар деген кезде әркім
қызыл түс бересіздер ме, жасыл түсті өздерің білесіздер. Сәлеметсіздер ме балалар? Олай болса, музыка сабағын бастаймыз. Бастамас бұрын бірімізден жасқа бір амандасып алайық. Қалайық? Сәлем, сәлем балалар. Сәлеметсіздер абай, Көңіл күйлерің қалай? өте жақсы мынадай. Ұзаған асайын, алдымызға қарайын, күй тартамыздан айтып, ноталарды тартайық. До-до-до-до-до-до-до, ре-ре-ре-ре-ре-ре, ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми, до-ре-ми-фа соль ля си. До-до-до-до-до-до-до, ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре, ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми, до-ре-ми-фа соль ля си. Жақсы балалар, олай болса орнымызға отырамыз. Сабаққа, балалар, мен сіздердің бүгінгі сабақта қалай дайындықтарыңыз жүріп үшін бірінші фазаны құрастырамыз. Мен сіздерге әр топқа, композитор тобына, орындаушы тобына, сазгер тобына тапсырма алып келдім. Тез 1 минуттың ішінде мына тапсырманы тез жинау керексіздер. Бірінші сіздерге екінші топ тез фазаны құрастырамыз. Үшінші топ сіздердің жұмысқа бірлесе отырып жұмыс жасаймыз. Сонымен бірінші жылдам тапқа композитор тобы болды, одан кейін сазгер тобы, одан бізде үшінші болып орындаушы топ, үшінші аяқтадық. Олай болса, композитор тобы сіздерде қандай кімнің бейнесі берілді? Жақсы, қалай? Жақсы, екінші топ сіздерде кімнің бейнеледі? Бақытжан, байқадамыз болды. Ал сіздерде? Йода, Себастьян. Қандай тапсырма сіздерде? Бүгін сіздер үш композитор өттіңіздер ғой, сабақта. Кім туралы айттыңыздар жаңа? Кім? Людвиг ван Бетховен. Сіздер бүгін үш композитор мен таныстар. Ол бірінші сіздерде Шамшық Ағайын, ол сазгер. Екінші бізде Людвиг ван Бетховен, үшінші Бақытжан Байқадамов болады. Олай болса, бір-бірімізді бағалау үшін мен сіздерге карточка тараттым. Қай топтың жұмысы дұрыс болса, тыңдап аламыз. Қай топтың жұмысы дұрыс болса, қолдарыңызда тұрған карточканы көтересіздер. Яғни дұрыс жауап болса қызыл, жақсы болса көк, ал өте жақсы. Ал енді бізде бірінші топқа бағалаймыз. Қай топ бағалаңдар? Бір түсті көтеріңіздер. Қай түсті көтересіздер? Екіншіден, сазгер топ, орындаушы топ, біз кімді бағалаймыз? Қай топты бағалаймыз? Композитор тобын бағалаймыз. Жоғары көтереміз. Жоғары. Сіздер де көтеріңіздер. Жоғары. Түсінікті. Ал енді олай болса, келесі бізде композитор тобын бағалаймыз. Бізде ол сазгер тобы орындаушымен жарайсыздар. Ал енді сүре қоямыз. Енді бізде орындаушы топты сазгер мен композитор тобы бағалайды. Кім көтереміз? Жақсы. Ал енді мен сіздерге алдарыңызда қағаз бердім. Енді сол түстер арқылы сіздер қас, көз, бес, үш деген бағаларды бағалай отырып, қазір мен сіздерге түстер беремін. Соны ары қарай жалғастырасыздар. Түсінді ме? Қай топ болды? Бізде үш топ қалды. Бізде мына топ болды. Жақсы. Ана неге берді ғой сіздерге? Мына жақсырақ. Одан кейін бізде үшті тағы да алған кезде бізде мына композитор тобы келесі бізде топта жақсы жауап берген бізде мынау сіздерге дұрыс жауап берген үшін
Ал бірінші бізде Бақытжан Байқадамов, бізде компания Сазгер тобы дұрыс жауаптар жазыңыздар. Бізде Шамшы Қалдаяқов тобы, бізде композитор тобы. Сіздер дұрыс жауаптарын ғана белгілеп жазыңыздар. Мәтіннен оның кім екенін білдіңіздер. Жақсы оны енді жұмыстардан бастап мына мектепте дұрысша жаңа сіздерде ақ келеді ана тілде ол туралы сіздер айтып өткен боласыздар. Ал енді дұрыс жауап мына жерде оқып отырасыздар да сәйкестендіресіздер. Оның кім екенін анықтаймыз. Жарай ма? Ал енді тапсырмам аяқтап болса, бірінші топ бізде орындаушы болды. Ал ортаға шығамыз. Жылдам қасында көмекші кім бар? Келіп тұрамыз. Бұл бізде кім екен? Людвиг ван Бетховен. Ол кім екен енді оқып жерсен? Неміс композитор екен. Әрі дирижер. Және 1770 жылы туылып, 1827 жылы қайтыс болды. жақсы. Ал енді бұл туралы кісі Людвиг ван Бетховен туралы сені ақпарат айтып өткен. Людвиг ван Бетховен балалар 14 жасынан бастап атақты композитор болды. Атақты композиторлардың бірі қатарына кіреді. Яғни неміс композиторы, дирижер. Жақсы. Ал енді келесі бізде топ, Сазгер тобы. Бұл сіздерде кім екен? Бақытжан Байқадамов. Бақытжан Байқадамов. Жақсы. Бізде қасындағы топ жүреді. Бақытжан Байқадамов. жылы туылып, 1977 жылы қайтыс болды. Ары қарай. Ол қазақ композитор. Осы замандағы қазақ Эстрадасының негізін салушылардың бірі. Ұлттық музыка өнерін көтерді. Жақсы. Онда сіздерде берген тапсырма бұл кім болды? Бақытжан Байқадамов. Бұл кім екен? Композитор. Жақсы. Және ол 60 жасынан өмір сүрді. Тамаша. Рахмет. Келесі бізде берген тапсырмаға байланысты бағалап қоямыз. Келесі топ бізде Ана туралы жыр әні бар. Шамшының орны ерекше 300-ге жуық әні бар. Қазақтың атақты композиторы аса көрікті сазгер ән жанрын әйгілі майталманы. жақсы. Бұл кім екен бізде? Шамшы. Бұл сазгер екен, иә? Жақсы отыра қойыңыздар. Тобы бағалаймыз, композитор мен сазгер тобы. Жақсы, түсінікті. Келесі сазгер тобы, орындаушы мен композитор тобы бағалайды. Түсінікті. Келесі бізде композитор тобы, орындаушы мен сазгер тобы бағалайды. Жарайсыздар. Барлықтарыңыз тапсырмаларыңыз түсінікті болды. Қазір балалар экраннан сіздер музыка тыңдайсыздар. Сол музыкада әнде не туралы айтылды, сол туралы сипаттаймыз. Бірінші яғни бізде сазгер тобы сіздерге сурет дайындадым. Сол музыканы сіздер бейнелейсіздер. Түсінді ма? Қарап отырыңыздар. Бізде композитор тобы әннің қазіргі тыңдалатын музыканың формасын табасыздар. Түсінді ма? Формасы қандай деп анықтайсыздар. Ал үшінші топ, сіздер орындаушы топ, сіздер маған әннің динамикалық белгісі, лазер, мажор ма, минор ма, және қандай ұзақтар екенін айтыңыз. Түсінді ма? Ал енді балалар олай болса жұмысты бастамас бұрын видеоны көріп жұмыс жасай береміз. Тыңдаймыздар, жұмыстарын жасайсыздар. Музыканы тыңдап формасын табасыздар.
форматасында айтып беріңізші. Шумақ, үзіліс, қайырма, шумақ. Қайдан қайталаймыз, қайдан естімей жатырмыз. Үзіліс, шумақ, үзіліс, қайырма, шумақ. Тапсырма дұрыс па? Дұрыс па? Онда саған алып қояйық ана. Жарайды. Ал енді бізде келесі кезекте бізде сазгер тобы. Осы әнге байланысты бейнеледі. Тыңдаймыз. Бұл әнде сіз не байқадыңыз? Ол жерде құстарды және күн ағаш және аққудың түсетін жері. Яғни бұл жерде әнде не туралы айтылды? Құс туралы. Яғни түсте не болды? Табиғат. Дұрыс, жақсы, өте жақсы. Ал енді бізде келесі. Балалар, олай болса бізде екі топта әннің формасын және әннің музыкадағы бейнесін көрсетті. Ал енді бізде орындаушы топта бұл әннің құрылысы қандай екен? Бұл әннің лағы минор. Тамаша. Екпіні баяу. Жақсы. Ал енді қандай динамикада орындалды? Кім көмектеседі? Қандай динамикада орындалды? Пианино. Пиано, пиано. Ал енді қандай ырғақты орындалды? Қандай уақыттан ноталар келді? Кәні? 8 және 4. Олай болса, қазір осы әнмен бәріміз 4-тік, 8-тік ұзақтықтарды бірден қосылып орындаймыз. Түсінді ме? Домбыра аспанмен орындады. Тамаша. Ал енді әуенде не туралы айтылды? Құс туралы айтылды. Құстар туралы айтылды. Жақсы, біз сіздер осы әннің музыкалық формасын сіздер анықтай білдіңіздер. Жарайсыздар. Олай болса, топтар бір-бірімізді бағалай білейік. Бірінші біткенімізде композитор тобы бітті. Оны бағалайтын орындаушы мен сазгер тобы. Бағалаңыздар. Жарайсың. Жақсы, талпын деген бағалар сіздерді. Жарайсыздар. Енді екінші бізде түсіреміз. Композитор тобы мен орындаушы тобы, сазгер тобын көтереміз, бағалаймыз. Жарайсың, жақсы, талпын деген баға қойды. Рахмет. Келесі бізде сазгер тобы, композитор мен орындаушы топтар бағалайды. Сіздер бағаламайсыздар. Сіздерді бағалады. Так, композитор мен орындаушы топ көтерді. Сіздер бағаладыңыз. Жарайсыздар. Ал енді бізде 3 топтар бірдей бағалады. Олай болса, мен сіздерді бағаларыңызға қарай, сіздердің ұпай сандарыңызды беріп отырамын. Ал енді келесі бізде жасырамыз. Бірінші сұрақ. Қазақ композиторы кім? Бақытжан Байтабаров. Ал енді екінші сұрақ. Сазгер көптеген әндердің авторы кім ол? Кім бізде кім біледі? Кім жауап береді? Шәмші Қалдаяқов. Келесі. Неміс композиторы кім? Людвиг ван Бетховен. Людвиг ван Бетховен. Ал енді мынандай сұрақ. Осы үш композитордың ортақ туындысы қандай болды? Қандай болды туындысы? Қандай болды? Кәні? Үшеуінің тақырыбы қандай болды? Бүгінгі өткен сабағымыздың тақырыбы қандай еді?
бағалау мақсатында ағашты, жеміс ағашын берген, алдымызда көктем мересі келе жатыр. Ал енді өз өздеріңізді көтеріңіздерші, қандай деңгейде бағалады? Көтеріңіздер. Балалар жұмысын көрсетеміз. Жақсы, бізде сазгер тобында Жарайсын көп екен, ал бізде орындаушы топта Жарайсын мен Халқын көп екен, ал бізде композитор тобы біздегі Жарайсын өте жақсы деген сұрақтарға жауап берді. Олай болса, бүгінгі сабақтың жеңімпазы біз қай топ десек болады екен? Қай топ болды? Бізде композитор. Екінші орын алған бізде орындаушы, үшінші топ алған бізде сазгер тобы. Ал енді балалар, үйге барғаннан кейін осы композиторлар өмірбаяндарын толық оқып, мәліметтерді жинап, олардың қандай музыкалық шығармалары бар екенін жазып дәптерлерге келеміз. Сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Олай болса, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Балалар, міне бүгінгі біздің сабағымыз өте қызықты өтті деп ойлаймын. Өйткені Майра бүгін біздің сабағымызды өте тереңнен түсіндіріп, ақыз туралы аңыз тақырыбын тереңнен ашып түсіндіре балалар. Ал енді сабағымызға ат салысып, 3 топта қатысып отырды. Композитор тобы, орындаушы тобы, сазгер тобы. Ал маған композитор тобынан Исатай Айзере, Азаматқызы Айлин, Ғазиз Үнжу, Болатбекова Әдел өте жақсы қатысып отырды. Мұнан топтан Жәлеута Еркеназ, Асқарқызы Раяна, Ардақ Кәусар, Аманжол Медина, Бекмұрзаев Аян. Мұнан топтан Қанат Арнұр, Айболат Жасмина өте жақсы қатысып отырды. Ал енді сыныпта топта балалар қатыспаған да оқушылар бар балалар. Мысалы, Нұрислам сабаққа көп қатысу керек. Келесі сабақта осы балалардан Бегалыдан, Саяннан келесі сабақта сабақ сұраймыз. Ал балалар күнделіктеріңді ашыңдар, үйге ақыз туралы аңыз мәтінін оқып,